Ұлты неміс болса да, жүрегі қазақ деп соққан көрнекті жазушы Геральд Бельгер көзінің тірісінде өмірімнің 43 жылын қазақтардың арасында қазақ тіліне құлағымның құрышын қандырумен келген екем. Менің ұғым түйсігімде қазақ тілі құдды бір қазақтың осынау кең пейіл, мейірбан, дархан даласы сияқты ғажайып ұшан теңіз бай. Шешенде көркем тіл деген екен. Дәл сол сияқты қазақ тілінің көркемдігіне қызыққан біздің кейіпкеріміз Анна Гельмиярова тілді небәрі 5 айда оп-оңай үйреніп алған екен. Қалай дейсіздер ғой? Өзінен сұрап білейік ендеше. Анна, енді өзіңіз астаналықсыз ғой, Целиноградта туып, Астанада өстіңіз. Астананың гүлдеуін көрдіңіз, өркендеуін, қазірге дейін енді салынып жатқан үйлер қаншама, зәулім ғимараттар. Енді сол өзгерісті байқаған шығарсыз, Иә, байқадым, және тіл жағынан да байқадым. Өткенде орыстар көбірек болды. Ал қазіргі уақытта қай жерге келсең де қазақша естейсің. Иә, қазақ тілді ортақ қалыптасты, шынымен де. Енді жаңа қазақ тіліне келетін болсақ, өзіңіз 5 айдың ішінде меңгеріп алған екенсіз қазақ тілін. Демек, осындай аз уақыттың ішінде жаңағы бастапқы бэкграунд дейміз ғой. Демек, сол деңгейді жаттап алуға, меңгеріп алуға болатын сияқты, Иә, меңгеріп алуға болады, бірақ 5 ай ішінде сен оқисың, грамматиканы оқисың, сосын бірден сөйлеп кетпейсің. Сөйлеу үшін, еркін сөйлеу үшін көбірек практика керек. 5 ай ішінде жай ғана еркін сізіне бастамайсың. Уақыт керек. Мен 5 ай оқысам да, мысалы 5,5 жылдан ішінде осы грамматиканы меңгердім. Анна, қазіргі таңда енді белгілі бір деңгейіңіз бар ғой. Өз ойыңызды еркін жеткізуге деген ниет, талпыныс әлі де бар. Әрі қарай жаттық болу үшін тіл. Енді белгілі бір дүниелер жасайтын шығарсыз, кітап оқу деген сияқты, немесе басқа әдістемелеріңіз бар шығар. Әлі күнге де тілді дамытамын. Бұрын мен топтық курста оқыдым, ал енді жеке сабақтарды аламын. Сол біріншіден, екіншіден әрдайым тыңдау бірдеңе керек. Ән болса да, подкаст болса да, сол туралы міндетті түрде әркімге айтып жатырмын. Не ұнаса, соны істейсің. Өйткені тіл меңгеру үшін махаббатпен істеу керек. Расында, тіл үйрену үшін қажеттілік не мәжбүрлік емес, шынайы қызығушылықтың болуы маңызды. Бұл Рим философы Августиннің асыл сөзі. Тіл үйрену қызықты үрдіс болғанымен, әрі үлкен мүмкіндіктерге жол ашса да, кейде жалықтырып жіберетіні анық. Егер әдіс тәсілі қызықсыз болса, тіпті жол ортадан тастап кететіндер қаншама? Мен біріншіден репетиторға бардым, бірақ олардың әдістемесі ешқандай шығармашылығы жоқ болды. Мектепте сияқты үндістік заңы, сосын жалғаулар бар, аны бар, зат есім, сын есім, маған соны ұнамады. Мен қазақ тілін үйренес бұрын ағылшын тілді үйрендім. Түсіне бастадым. Мектепте емес, ол студент кезінде болған, маған ағылшын тілі қажет болды. Сол мен 21-де үйрене бастадым және орта деңгейге жеттім. Сол ал қазақ тілім мүлдем 2 ауыз сөз қоса алмадым, сөйлей алмадым, қарапайым сөздерді білдім, бірақ қалай оны қосуға болады білмедім. Ағылшын тілін үйренгеннен кейін Анна өзі тұрған мемлекет алдындағы жауапкершілікті қатты сезінеді. Мемлекеттік тілге деген құрмет оны үйрену деп түсінеді. Бұл жауапкершілік үстінде жүрген сәтте әлеуметтік желіден қазақ тілінің қызықты методикасын көзі шалып қалады. Ағылшын тілін үйренгеннен кейін мен нақты білдім, не қалаймын, қандай мұғалімді іздеймін. Инстаграмнан іздей бастадым, және сол кезде тым көп мұғалімдері болмаған Инстаграмда. Өйткені
сол саласы жаңа дамыта бастады. Және бір ғана қызды көрдім, оның аты Динара Еселбаева. Бір ғана видеоны көріп, мен бірден түсіндім, сол мұғаліммен мен үйренемін. Өйткені ол дұрыстап түсіндіреді. Ең маңызды зат есім емес, сын есім емес, қалай сөздерді біреуге болады. Динараға марафонға жазылдым, сосын 2 ай оны мен оқыдым. Осылайша өзіне шабыт берген Қазылайын тіл курсы Аннаның тек мемлекеттік тілде сөйлеуіне ғана емес, осы салада ғажап ұстаз болуына жол ашқан сияқты. Қазір ол Қазылайын тіл мектебінің директоры және өзі сияқты қазақша сөйлеп жүрген шәкірттері де көп. Сонымен Динараға бірге жұмыс істеуге ұсыныстым. Жобаңыз күшті, мықты, өзіңіз керемет мұғалімсіз, керемет әдіскерсіз. Сол үшін сізбен жұмыс істегім келеді, ал басқа оқушылар кім қазақ тілін үйренгісі келсе, олар көбірек сіз туралы білгенін қалаймын. Солай айттым. Және жұмыс істей бастадық. Қазіргі уақытта 4 жыл болды. Нәтижесі бар, е? Нәтижесі бар. Бәрімізде нәтижелер бар. Мені көрініп тұрсыз. Қазақша сөйлегенімде. Анна бұл күнде қазақ тілінде ойын еркін жеткізе алады. Тек еркін жеткізу былай тұрсын. Бір қызығы өзінің бұрынғы ұстазы қазір Аннаның қазақ тілден сабақ алып жүрген шәкірті. Алма кезек өмір деген осы болар. Ғаламтор желісінде жаңа өзіңіз айтқан подкаст қаншама бар, мысалы пайдалы дүниелер. Сондықтан да шынымен ал тіл білген ұтылмайды тағы бар, ондай бір сөз. Енді жаңа сабақ деп айтып қалдық. Сіз енді оқушы болған кезде балалық шағыңызда ғой деймін, жаңағы биге қатысқаныңыз бар екен. Сол биден беретін апайыңыз қазір сіздің шәкіртіңіз екен. Қалай ол енді? Ол апай енді сіздің сондай бір мектебіңіз бар екен, көрді ме, білді ме? Біз Инстаграмға видео саламыз ғой, сол Инстаграмнан мені танитын адамдар көреді. Олардың бірі Татьяна Николаевна деген менің мұғалімім, алғашқы би мұғалімім Татьяна Николаевна. Өте күшті адам, мен оны қатты жақсы көремін. Я, так как на своих учениц подписана в Инстаграме, слежу. Мен оқушыларымның барлығының Инстаграмдарына жазылғанмын, шығармашылықтарын бақылап отырамын. Сол кезде Аняның қазақ тілін үйрене бастағанын көрдім. Ол маған тілді үйренуге шабыт берді. Бірнеше жыл маған интернеттен қарағанда үйренгісі келді. Бірақ уақыт жетпей жатса, немесе бір мәселелер болды. Ал соңғы жолы біз онымен сөйлестік, қандай курс, қалай қатысуға болады. Сіз нақты үйренуіңіз үшін мен сізге жеке сабақтарды беремін деп айттым. Сол біз 3 ай бұрын үйрене бастадық. Алғашқы қадам бәрі жаман емес сияқты. Иә, жаман емес, және ол позитивті. Сол үшін прогрессы бар. Прогресс бар, вау. Ең бастысы сол ғой? Иә, ең бастысы жақсы көңілмен сабаққа қатысу. Жақсы оқушы демек, жақсы ұстаз, жақсы оқушы. В школе именно Қазылайын очень удобная методика изучения. Қазылайын оқу орталығындағы методика өте ыңғайлы. Онда сөздерді жаттап оқымайсың. Десе де сөздерді мен бөлменің барлық жеріне жапсырып қойдым. Жалпы курсқа түрлі адамдар келеді. Басқа ұлттар және қазақтар да көп келеді. Бірақ қазақтарға менің ойымша психологиялық жағынан сөйлесуге қиындау. Өйткені менің түрімді көрсе, бәрі вау деп айтады. Қазақшан сөйлейсің ба, ақылды қызсың деген оймен. Бірақ қазақ сөйлесе, ол қатты тырысады. Біз сабақта қазақтарды үйретеміз, қазақ тіліне сөйлетеміз, оларды қатты мақтаймыз, жарайсыздар, қолыңыздан келеді. Ал нағыз қазақ олармен сөйлесе, не айтады, шала қазақ деп айтады, бұл дұрыс емес. Егер
көбірек қазақ тілін естігіміз келсе, қолдау керек. Орыс болса да, украин болса да, кәріс болса да, қазақ болса да, әсіресе қазақтарды қатты қолдау керек. Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Өте жақсы, шүкір. Әдеттегідей құлпырып тұрсыз. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Рахмет. Спасибо. Сәлеметсіңдер ме? Көңіл-күйіңіз қалай? Өте жақсы, рахмет. У тебя там получается 3 раза. Бер, ека, эш, встаешь, да? Рассчитывай. Ну хорошо, хорошо. Да, классно, молодец. Молодец. Мы прошли на осы шаг. Қазір нақ осы шақ, ауыспалы осы шақ септіктердің жалғауларын үйрендік. Соған сай мен ұзын сөйлем болмаса да ақырындап қарапайым сөйлем құрастырып жаза аламын. Бер, ека, эш, 4. Бер, ека, эш, 4. Он аяк. У меня есть дети, которые учатся в казахских классах. Менің курсымда қазақ сыныбында оқитын балалар бар. Орыс сыныбында оқитындар да бар. Дегенмен кейбір балалармен қазақша сөйлескен оларға ыңғайлы екенін байқаймын. Тіпті ол қарапайым 1-2 сөз болсын. Әрине жаңадан 1-2 сөз үйренсем, соны жұмыста қолдануға тырысамын. Амандасамын, сан санаймын, қай аяқ, қай қол екенін айтамын. Передачу про казахский язык, да, как мы, русскоязычные люди, его изучаем. Смотрите нас. Аня очень хорошо дает какие-то аналогии, чтобы запомнить. Анна есте сақтап қалу үшін баламасын жақсы тауып береді. Мысалы, мен бара жатыр, келе жатыр деген сөздерді жаттауға қатты қиналдым. Сол кезде ол маған сіз анау сусын жарнамасындағы сөздерді білесіз бе? Мейрам келе жатыр деген. Бірден есіме қалып қойды. Дәл осындай тәсілдер көп. Аннаның тіл үйретудегі әдісін ұнататын шәкірттердің саны тек Татьянамен шектелмейді. Ұлты басқа болса да қазақ тілін үйренуге бар құлшын салып жатқан жандар қазылайында көп. Бүгін біз енді Аннаның шаңырағына келіп, оқушылармен де танысып жатырмыз. Себебі мына мектептің, Анна басқарып отырған мектептің оқушылары өте білгір деп жаңағы бөлісіп кетті. Таныстырайын деп өзі ниеттеніп отыр екен. Мінекей Раиса, бүгін бізбен бірге. Раиса, қош келдіңіз. Сіз енді қазақша үйреніп жатырсыз деп естідік. Аннаның қатысы бар ғой оған? Мен қазақ тілін мектептен оқыдым, бірақ сөйлей алмадым өкінішке орай. Мектепте не оқиды? Зат есім, сын есім, етістік деген не. Бірақ күнделікті өмірде басқа білімдер қажет. Ал 1 жыл бұрын мен Қазылай мектебіне келдім, бірақ бізде әрқашан бос уақыт жоқ. Сондықтан мен 3 ай ғана курсын оқыдым. Сол кезден бастап мен қазақ тілін жақсы көре бастадым. Енді Анна мен Динараның арқасында оқуымды жалғастырамын. Анна айтып қалды, жаңа қазақ тілін меңгеріп алу үшін, еркін сөйлеп кету үшін әдістеме күшті жақсы болу керек. Дұрыс жаңа таңдай білу керек деген сияқты. Және сол әдістемеге сәйкес әндер арқылы да жаңа тілді жаттап алуға болады. Білуімізше, сіздің тәсіліңіз сол, жаңағы әндер тыңдай отырып, жаңа қазақ тілін түсінуге сондай бір ерекше мүмкіндік. Мен қазақ тілінде ән тыңдаймын. Бұл үйренуге өте жақсы көмектеседі. Менің ұялы телефонымда де рингтон қазақша тұрады. Хабарласқан кезде демек Жүрек. Біз бағдарлама барысында енді көп айтамыз, қазақта ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген сөз бар. Аннаның өзі де оны құптады. Жаңағы біреуге жұмсақ ұстаз керек, біреуге керісінше қаталдау ұстаз керек деген сияқты. Анна ше, оның қандай қырлары бар? Егер адам өзі жақсы нәтиже көрсетсе, ол өте пайдалы болуы мүмкін деп ойлаймын. Анна, қазіргі таңда мектептеріңізде қанша адам оқиды? Жалпы 4 жылда 5000-нан астам оқушылар болды. Ал қазіргі таңда Раиса сияқты
400 оқушылар оқып жүр. Демек, осыншама адам қазақша сөйлеп кетті деген сөз ғой. Иә. Аха. Жас ерекшеліктер бар ма? Жалпы біз жасқа қарамаймыз. Тілді үйренгіңіз келсе, келіңіздер, біз сіздерге көмектесеміз. Бірақ бала болса 7 жаста болу керек. Бір тіл білген бір адам, екі тіл білген екі адам деп халық даналығы бекер айтылмаса керек. Анна қазақ тілін үйренуге шет тілін білгені қатты көмектескенін айтады. Жалпы тіл үйрену адамның ойлау қабілетін дамытуға, таным көкжиегін кеңейтуге әсер ететіні де анық. Мен ағылшын тілін қазақ тілімен салыстырдым. Әрине, үйренуге ағылшын тілі мен үшін орыс тілді адамдарға оңайырақ деп ойлаймын. Не себепті? Өйткені сөздің реті тұрақты, баяндауыш басында, бастауыш, сосын қалғаны сөздер. Ал қазақ тілінде логикасы басқаша. Бұл қиындау және ыңғайсыз орыс тілді адамға. Бірақ үйренуге болады. Егер сіз қазақ тілін үйренгіңіз келсе, менен 5 кеңес. Сол тілді толықтай қабылдау керек. Бұл біріншіден. Екіншіден, өз мұғаліміңізді табу керек. Өйткені бір адамдарға қатал мұғалім керек, басқаларға жұмсақ мұғалімдер ұнайды. Сол мұғалімнің жақсы әдістемесі болу керек. Өйткені әдістемесіз сіз жақын уақытта жете алмайсыздар. Әдістемесіз сөйлеп кетпейсіз. Сосын ақырындап үйрену керек. Бірден үлкен нәтижелерді күтпеу керек. Өйткені ол біріншіден түсіне бастайсыз, логикасын түсіне бастайсыз, сөздерін жатап аласыз, сосын бірге қосасыз. Басыңызда ішінде пайдалана аласыз, бірақ сөйлей алмайсыз. Сөйлеу үшін уақыт керек. Әрине, тілдік орта керек. Өзіңізді шығару керек, көрсету. Бұл кішкентай қадам, бірақ қадам-қадаммен жүресіз және сөйлеп кетесіз міндетті түрде. Александра, сәлеметсіз бе, қалайсыз? Сәлеметсіз бе, Анна ханым, менде бәрі жақсы. Сіз қалайсыз? Бәрі жақсы, ақырындап. Байланысқа шыққаныңызға көп рахмет. Курстан кейін қалай дамытып жатырсыз? Ой, курстан кейін былай-солай қазақ тілін дамытып жатырмын. Кейде сөйлесу клубына қатысамын, немесе жалпы жаңалықтар оқимын, немесе тыңдаймын, подкасттар да тыңдағанды тырысамын. Сөйлесу клубына соңғы рет қашан болдыңыз? Не істедіңіз? Соңғы рет мен өткен аптада жексенбі күнде қатыстым. Тақырыбы қандай болды? Тақырыбы ұмытып қалдым. Біз азық-түлік туралы сөйлестік, азық-түлік туралы. Ал енді мен сізге бір әдемі қызды Қазақстан телеарнасының жүргізушісін таныстырайын. Ол Алла. Маған қонаққа келді. Сәлеметсіз бе, Александра? Сәлеметсіз бе? Қандай әдемісіз? Қалыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Қазақшаңыз әдемі екен, өте. Сізге енді көп айтады ғой, кейде сылтауратып, ой, қиын деп, жаттай алмаймын, меңгере алмаймын. Сізге енді қанша уақыт керек болды, қажет болды, дәл осындай деңгейге жету үшін? Сұрағыңызға рахмет. Мен жалпы 11 жыл бойы мектепте қазақ тілі үйренуге тырыстым. Грамматика бәрі жақсы үйрендім. Бірақ өкінішке қарай жаман сөйлестім. Бірақ курста қатысқан соң мен еркіндірек қазақша сөйлеуге бастадым. Демек, мына дәл осы Анна басқарып отырған мектепке келгенде әдістемесін енді былай естіп жатырмыз, өте ерекше екен. Әрбір оқушыға, әрбір студентке өте мұқият қарайды екен. Жаңағы әдістемесі, методикасы өзіңізге ұнаған шығар, Иә, қатты ұнайды. Маған жарасады мүмкін осы методикасы. Себебі оқулық процесстағы менде ұқсады. Онлайн форматта болғанда мен үшін өте ыңғайлы болды.
Неше тілді сөйлейсіз? Почти 4 тілді сөйлеймін. Ағылшын тілі, кәріс тілі, орыс тілі и почти қазақ тілінде сөйлеймін. Ең қиын меңгеруге қандай болды? Мүмкін кәріс тілі. Иә, бірақ кәріс тілі үйренген соң қазақ тілі мен оңайырақ үйрендім. Себебі кәріс тілі және қазақ тілінің грамматикасы кішкене ұқсас. Сол себепті грамматика түсіну үшін кәріс тілінің білімі маған көмектеседі. Күшті. Александра, тағы бір енді қорытынды сұрақ. Өзіңіз сияқты қазақ тілін меңгеремін деген жаңағы мен бастапқы деңгейден бастадым деп жатырсыз ғой. Мүлдем білмейтін, бірақ ниеті бар оқуға, меңгеруге, сөйлейінші деген бір ниетімен келген жандарға сіздің айтарыңыз қандай? Неден бастау керек? Әрине, сабыр бастау керек. Қай тілді үйренгенде бізге сабыр керек. Бірінші сабақтан бастап ешқандай нәтижелер күтпей, жалпы үлкен рахатпен, жақсы көңіл күймен қазақ тілі оқуы дұрыс болады деп ойлаймын. Және Ибрай Алтынсарин айтқандай, кел балалар оқылып, бірақ тек балалар емес, ересек адамдар, қарт кісілер, бәріміз қазақ тілі үйренейік және қазақша бірге сөйлейік. Керемет. Сабыр түбі алтын деп қалдыңыз, жаңағы сабырлыққа шақырып жатырсыз ғой. Алғашқы қадамдарды барынша сабырмен, еш нәрсе күтпей, қадам-қадаммен үйрену керек. Александра, көп рахмет уақыт бөліп жаңағы сабаққа онлайн дәл осындай қосылғаныңыз үшін. Біз енді барынша көрермен қауымға көрсеткіміз келді. Жаңағы тіл білмей, жаңағы кішкентай ғана деңгейден мінекей осындай еркін сөйлеу деңгейіне оңай қол жеткізуге болады. Оңай дегенде де қалай? Көп еңбектедіңіз бе? Оңай емес болған, бірақ өте қызықты болды. Жақсы, көріскенше көп рахмет. Сіз де күштісіз. Рахмет шақыруыңызға. Сау болыңыз. Анна қазақ тілін үйрену оған қазақ әлеміне есік ашып бергенде әсер берді дейді. Қазір сол ғажайып әлемде рахаттанып, сүйсініп, тамсанып жүргенін айтады. Дегенмен тіл үйренудегі маңызды қадамдардың бірі, әрі негізгісі, ол отбасыңның, жақындарыңның қолдауы екенін алға тартады кейіпкеріміз. Когда моя жена начала изучать казахский, менің әйелім қазақша сөйлегенде, қызым ағылшынша және қазақша сөйлегенде, мен тек ғана қолдаймын. Жұбайым тіл үйрене бастағанда менің қазақ тіліне деген көзқарасым өзгере бастады. Қазақша әндер тыңдай бастадым. Таксиге отырсам қазақша сөйлеуге тырыстым. Бәлкім жас ұлғайған соң да ойланатын шығармыз. Қазақстанда тұрғандықтан орысша білмейтін адамдарға қазақша жауап беруге тиіспіз деп ойлаймын. Мен курсқа барған кезде декретте отырған, сол кезде күйеуімнің жалақы 100 мыңдай болды. Ал курстың ақысы бір айға 30 мыңдай. Сол ақшамды жинап курсқа бардым және нәтижелерге келдім. Күйеуіңіз оны қалай құптады ма, бірден қолдады ма сізді? Я бірден қолдады, ол мені әрқашан қолдайды. я как бы более негативно отношусь к тому, когда люди отрицают. Кейде адамдар үйрене алмай сылдауратып жатқанда таңғаламын. Ол тілді үйрену үлкен мүмкіндік. Ақырындап, аздап, күнделікті үйренуге болады ғой. Мен мысалы қазір түсінемін, бірақ өзім сөйлеуге ұялатын сияқтымын. Дегенмен курс оқығым келеді. Аннаның қазақ тілін үйренудегі екінші бір мақсаты қызының қазақ тілді болып өскенін қалады. Сондықтан да оған үлгі болу үшін тілді алдымен өзім жақсы үйренуім керек деп мақсат қойды. Қазір мақсатына жетті. Тек мақсатына ғана жеткен жоқ, қызын да қазақ тіліне үйретіп келеді. Гаухар бірінші сыныпта оқиды. Дұрыс, жарайсың. Безбер. Жұмбақ айтайын ба? Ол орманда тұрады. Орманда. Орманда, это в лесу. Ол орманда тұрады. Қасқыр. Жоқ, ол қорқақ. Қоян. Қорқақ қоян, дұрыс. Ең маңызды ата-аналар қазақ тіліне мән берсе, балалар де оқиды, сөйлеседі. Сол біріншіден өзімізбен бастауымыз керек. Біздің курсымызда балалар
7 жастан бастап оқиды. Бірақ осындай балалар сияқты бағдарламасы әлі жоқ, бірақ біз ойластырып жатырмыз. Жақын уақытта бағдарламасын жасаймыз. Кішкентай балаларды тілге үйрету қиындау, өйткені олар өйрене алмайды, олар тек ойнайды, ойнағанды жақсы көреді. Сол ойындар арқылы мен Амелиямен бірге суреттерге қарап талқылаймыз. Сосын өлеңдер жаттаймыз, тақпақтар жаттаймыз. Сол балаларға арналған бағдарламасы осыдан құрастыру керек. Жай қарапайым сөздерден, қызықты ойындардан құрастыру керек. Ағам бізді жинады. 8 Ағам бізді жинады, 8 қолғап сыйлады. Қамқор болған ағамыз. Сонда қанша баламыз? Сонда неше баламыз? 4 баламыз. Өткені 8 қолғап 4 балаға сәйкес келеді. В куклах читали сколько. Ага, да, точно. Дайынсың ба? Бастайық. Жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. Атың кім? Амелия. Неше жастасың? 6 жастамын. Әкең бар ма? Бар. Аты кім? Руслан. Ананың аты кім? Анамның аты Анна. Ана алдына үлкен мақсат қойған жан ғана емес, ардақты ана, асыл жар. Ең бастысы, қоғамда көпке үлгі боларлық іс атқарып жүр. Мне просто безумно повезло с ней. Мен өмірде жолым болған жамын деп есептеймін. Ол мені қандай бармын, дәл солай қабылдады. Ең бастысы отбасындағы басты ұстанымымыз, бір-бірімізге ешқашан өтірік айтпаймыз. Сенім басты тірек. Ұзақ мерзімі тіл үйренген кезде сен кішкене шаршайсың. Көңілің төмендейді, оны көтеру үшін жаңа тәжірибе болу керек. Солардың бірі мен үшін қас-тест тапсыру болды. Қас-тест тапсыру оңай емес. Қас-тест яғни ол қазақ тілін меңгеру деңгейін бақылау жүйесі. Оны тапсыру үшін кішкене филолог болу керексің. Емтиханда түрлі бөліктері бар. Айтылым, жазылым, оқылым, грамматика, лексика. Бәрінде 60% дұрыс жауап жинау керексің. Сол кезде саған сертификат беріледі. Мен күні-түні бойы жұмыс істеймін, бос уақытым өте аз, бірақ аз болса да мен йогамен айналысқанды жақсы көремін, сосын кітап оқығанды жақсы көремін, биге баруға тырысамын, әр бос уақытымды жарқында өткізуге тырысамын. Бүгінде қазақ тілінде сөйлейтін өзге ұлт өкілдерінің қатары көбейген. Дархан даладай көңілі кең қазақ елі оларды бауырына басып, бақытты ғұмыр сыйлаған сайын, мұнда тұратын әрбір жан қазақ тіліне деген жауапкершілікті шынайы сезінген сияқты. Сондықтан олар қазақ тілін үйренуді өзіме парыз санайды. Бұны біз бүгінгі кейіпкеріміздің әрбір әрекетінен қазақ тіліне деген құрмет құштарлығынан байқадық. Бір шаңырақ астында тілге деген құрметпен осылай шаттыққа толы ғұмыр кеше берейік. Келесі жүздескенше жүздеріңізден күлкі кетпесін.